Ал ем жасаганда кандай шөптерди жиі пайдаланасыз? Дәрілік қасиеті бар шөптердің ішінде біздің Маңғыстауда кандай шөптер өсет? Bizim Mangıstau'da bizim köyümüzde пайдалана her mezgili var. Çöp pişken vakitte. Adraspan, işigik, aşırı soğan deyik, ağzı soğan deyik, türlü jantak, şırmavuk, bozlarında bәрінің қасиеттері var. Әрқайсы mezgilinde alıp, bozunu ketip verip, her türlü пайдаланып еңбек. Күздің күшін, жаз отырғысын, көмден соң отырма, аллергия қышыма жараларға көбем жасап жүрмін, аш шөптер жүрмін. Біздің жеріміздегі аш шөпті, эластиктей шөптер осындай шөп енді. Соны алдым, соны жетпегенде ауылдың шөптеріне қосып, көбінен тарттырып алып, тарттыққан біз әртүрлі шөбіміз бар ғой, кәрместіктен. Мұның да мына шөптерге қосқанда көп пайдасы болады екен. Ал соған сонда ішінара жемнен де қосылатындары болады. Ал соның бәрін қосып, қайнаттып, оған алма, әпес дейді, адамнан қосылып дейтін нұсқа келеді маған өзімде. Ал сол анау кәсіпкерлікке де көмем екен. Сосын жемерек дейтін бат бірін, құйрық жаға баратын. Ал соны ішіп, ана баныға отырса, бұра жақсы болады екен. Сонымен тәуір болдың жүрген жігіттер көп естіп жүрмін мен.